Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сиқырлы шаршы деп аталады. Сиқырлы шаршы көбінесе 3-4 класстан жоғары кітаптарда кездеседі. Мына мемлекеттік кітаптарда өте аз, бірақ тереңдетілген математика Петерсон кітаптарында өте көп. Ал бірінші, сиқырлы шаршы алу үшін 1-ден 9-ға дейінгі кез келген сандарды орналастырыңыз дейді. Бұл сиқырлы шаршының басты талабы қандай? Талабы тігінен, немесе көлденең, немесе диагональ түрде 3 санның қосындысы бірдей болуы керек. Яғни мысалы 20-ға тең болса, онда көлденең де 20, диагональ да 20 болуы керек деген сөз. Сол кезде ол толығымен орындалады. Ең бірінші, біз 1-ден 9-ға дейін сандарды жазып алайық және оларды қосып алайық. Оны қазір не үшін керек екенін айтып түсіндіретін боламын. 7, 8, 9. 1-ден 9-ға дейінгі сандар тізбектеліп бірінен кейін бірі келіп тұр. Бұларды қосудың ең тиімді әдісі бұл Гаусс әдісі. Гаусс әдісін түсіндіре кетейін. Ол мына ең бірінші мен ең соңғы санды қосып аламыз. 1 мен 9-ның қосындысы бізде 10-ға тең. Сосын 2 мен 8-ді, ол да 10-ға тең. 7 мен 3-ді 10-ға тең. 4 пен 6 10-ға тең, және де бізде 5 артық. Ал енді 10-ды біз 4-ке көбейтеміз 40, оған 5-ті қосамыз, сонда 45 болады. Енді осы 45-ті 3-ке бөлеміз. Неге 3-ке бөлеміз? Себебі, мысалы қатар болса, 3 қатардағы мына сандардың қосындысы қаншаға тең болады? Көлденең есептейтін болсақ, мына көлденең қатардың 3 санының қосындысы қаншаға тең болады? Соны табу үшін 15. Демек, біз 15-тен не таптық? Яғни 3 санның қосындысы 15-ке тең болуы керек. Ал енді мына 2 санды қосамыз. 6-ға 8-ді қоссақ 14. 15-тен 14-ті азайтсақ 1 болады. Демек, олардың орталарына 1 деп жазамыз. Келесі. Мына тұрған 2 сан. 2 сан белгілі болып, біреу белгісіз болса, табу жеңіл. Неге? Себебі 2 санның қосындысын 15-тен азайта саламыз. 2-ге 4-ті қоссақ 6, 15-тен 6-ны азайтсақ 9. Енді келесі, мына 2 санның қосындысын табайық. 6 мен 2-ның қосындысы 8, 15-тен 8-ді азайтатын болсақ, неше болады? 7 болады. Дәл солай, мына 2 санның қосындысы 9 бен 1, 10, 15-тен 10-ды азайтсақ, 5 болады. Келесі. Ал енді мына белгісізді бұлай да тапсақ болады, немесе бұлай да тапсақ болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Ал 7-ге 5-ті қоссақ 12, 15 болу үшін оған 3 керек. Ал бәрін қызылмен. Енді есептеп шығайық. 6-ға 1, 7, 8, 15 болды. 10, 15, дұрыс. 11, 15. Ал енді көлденеңінен қосайық. 6-ға 7, 13, оған 2, 15. 6, оған 9-ды 15. 3-ке 8-ді 11, оған 4-ті 15. Енді диагональ 3 санды қосайық. Диагональ дегеніміз ол бұлай. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 13-ке 2-ні қоссақ 15. Демек, диагональ орындалып тұр. Келесі, екінші. 6-ға 5-ті қоссақ 11, 11-ге 4-ті қоссақ 15. Демек, біздің мына шартымыз орындалып тұр. Диагональда, тігінен де, көлденең де барлығы 15-ке тең. Міне, сиқырлы шаршыны осылай орындаймыз. Енді
Номері 2, номері 3, номері 4 дәл бір сияқты. Сондықтан бұны өздік жұмыс ретінде өзіміз орындаймыз. Өздік жұмыс. Егер түсініксіз болып жатса, қайтадан мына бірінші тапсырманы қалай талдадым, дәл солай видеоны тағы да бір рет қарап шығуға қажет. Жақсы. Келесі. Енді номері 5. Сиқырлы квадрат алу үшін, яғни сиқырлы шаршы алу үшін кез келген сандар қатарынан орналастырыңыз дейді. Бірақ жақшаның ішіне көрсетіп қойыпты. 4-тен басталып 12-ге дейін. Демек, дәл бағанағы бірінші тапсырманы қалай орындадық, дәл солай орындаймыз. 4-тен бастап 12-ге дейін сандарды қосып шығамыз. Және міндетті түрде бізде 9 сан болу керек. Одан кейін болып қалса, мына 9 ұяшыққа жетпей қалады. Ал егер одан артық болып қалса, ол да дұрыс емес. Бізде мына 3-те 3 ұяшық берілген, демек 9 сан. 9-ды қосамыз, 10-ды, 11-ді, 12-ні. Санаймыз 3, 6, 9. Тамаша. Енді осы сандарды не істейміз? Осы сандардың қосындысын бірінші табу керек. Ол үшін сол бірінші тапсырмадағыдай Гаусс әдісін қолданамыз. Ең бірінші сан мен ең соңғы санның қосындысы бізде 16-ға тең, иә? 5 пен 11-дікі 16-ға тең, 6 мен 10 16-ға тең, 7 мен 9 16-ға тең, және 8. Ал 16-ны қаншаға көбейтеміз? 4-ке көбейтеміз. 24, екісі ойда, 64. Оған қосамыз 8-ді. Сонда бізде 72 шығады. Демек, мына көрсетілген сандардың барлығының қосындысы 72. Енді 72-ні 3-ке бөлеміз. Неге 3-ке? Себебі, егер мысалы 3 көлденеңінен баған бар, 3 тігінен баған бар міне. Демек, әр қайсында 3 саннан орналасады. Сол 3 санның қосындысы қаншаға тең екенін білу үшін біз 3-ке бөлеміз. 2, 12, 4, айтамыз 0. Демек, 24-ке тең болу керек. Міне, астына жазып алам. 24, 24, 24, 24, 24. Ал енді не істейміз? Мына ортасынан бастап шығарамыз. 2 сан белгілі, 1 сан белгісіз болып тұр. 4-ке 12-ні қоссақ 16. 24-тен 16-ны азайтсақ 8 болады, е? Ал енді не істейміз? Мына жан-жағындағы сандарды табуымыз керек. Ол үшін қазір рандомны қоямыз. Қою арқылы табамыз. Түсінікті ғой. Мысалы, тағы да бір тәсіл, мына сиқырлы квадраттарының ішіндегі сандарды бірден сызып тастасақ бізге жеңіл болады. Мысалы, 4, 8, 6, 10, 12. Міне 5 сан тұр, 5 санды мен сызып тастадым. Енді 5-ті мысалы мен мына жерге қоятын болсам, 5-ке 10-ды қоссам 15, 24-тен 15-ті азайтсам 9. Жақсы, қойып көрейік. Ал енді 9-ға 12-ні қоссам 21, оған мен 3-ті қосуым керек. 6-ға 3-ті қоссам 9, 24-тен мен 9-ды азайтсам 15 болады, е? 15 деген сан жоқ. Демек, біздікі қате болды. 5-ті мысалы мына жерге қойып көрейін. 5-ке 4-ті қоссам 9, 24-тен 9-ды азайтсам тағы да 15. Демек, 5-ті мен мына астына қойып көрейін. 5-ті 12-ке қоссам 17, 24-тен 17-ні азайтсам 7 болады.
10-ға 7-ні қоссам, 17, 24-тен 17-ні азайтсам, тағы да 7. Ол да дұрыс емес. Бірден мына диагональ басқа 3 бірдей қатар тұрған сандарды қосып, 24 бола ма, болмай ма, соны тексеріп отырамыз. Келістік қой. Тағы да келесі санды қойып көрейік. Мысалы, 11-ді алайын. 11-ге 4-ті қоссам, 15, бұған 24 болу үшін 9-ды қосуым керек. Ал енді 9-ға 8-ді қоссам, 17, міне мен диагональ туралы қосып жатырмын, 17, енді 24 болу үшін оған 7-ні қосамыз. Енді бәрден мына тұрған 3 санның қосындысы 24-ке тең ба, соны тексеріп аламыз. 11-ге 6-ны қоссақ 17, оған 7-ні қоса 24, орындалып тұр. Тамаша. Енді 9-ға 10-ды қосамыз, 19, 24 болу үшін оған 5-ті. Демек, орындалып тұр. Барлық жағынан орындалды. Енді ең соңынан тексеретін нәрсе мынандай. 4-тен 12-ге дейінгі сандардың барлығы қамтылды ма? Соны тексерейік. Міне 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тамаша. Яғни біздің шығарғанымыз дұрыс деген сөз. Келесі 6. Енді сиқырлы шашымыз тек тізбектеліп қана келмеуі мүмкін. Дәл осылай міне жұп сандармен келуі мүмкін, тақ сандармен келуі мүмкін. Бұл жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда да біз барлық санның қосындысын тауып аламыз. 2 қосамыз 4, 6, 8, 10, 18-ге дейін бару керек. 12, 14, 16, 18. Міндетті түрде санаймыз. 9 сан болды ма? Я, 9 сан болды. Неге 9 сан? Мен түсіндірдім. Себебі біздің шаршымыз 3-те 3. Барлығы 9 сан ғана сияды. Одан артық болмау керек, одан кем болмау керек. Ал Гаусс тәсілімен қосайық. 2-ге 18, 20, 4-ге 16, 20, 6-ға 14, 20, 8-ге 12, 20 және 10 қалды. 20-ны 4-ке көбейтсек 80, оған 10-ды қоссақ 90. Енді осы 90-ды бөлеміз 3-ке. Сонда 30. Сандардың қосындысы 30-ға тең болу керек. Жазып алсақ та болады. Өзімізге ыңғайлы болсын деген мақсатпен. Ал енді 16 мен 12-ның қосындысы 28-ге тең, 30 болу үшін бізге 2-ні қосу керек. Келесі 12-ге 4-ті қоссақ 16, 30 болу үшін оған 14-ті қосу керек. Тамаша. Енді былай. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 30 болу үшін 18-ді қосамыз. Енді мына 2 тігінен қалды. 2-ге 18-ді қоссақ 20, 30-дан 20-ны азайтсақ, бізде 10 болады, Так, тамаша. Ең соңғы 6-ға 8-ді қоссақ 24, 30 болу үшін бізге 6 қажет. Енді қараймыз. Барлығы жұп сан болу керек. 2-ден басталып 18-ге дейін. Санап шығайық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Тамаша. Диагональ 3 санның қосындысын қарайық. 8-ге 10-ды қоссақ 18, оған 12-ні қоссақ 30. Шығып тұр. Тамаша. Келесі. 16-ға 10-ды қоссақ 26, оған 4-ті қоссақ 30. Тамаша, шығып тұр. Дәл 6-шы мына тапсырмаға ұқсас номері 7. Дәл мен сияқты барлығын қосып аламыз, 3-ке бөлеміз және де олардың қосындысына қарай бос ұяшықтарды табамыз. Бұл бізде үйге беріледі. Келесі номері 8.
7-ден 15-ке дейін орналастыру керек. Бұл тапсырма жоғарда 6-ға 5-ке ұқсас. Бұл да үйге. 9-да 10-да дәл мен көрсеткен сияқты. Ал енді мен сіздерге мына 4-те 4 5-тен 35-ке дейінгі сандары берілген. Осыны сиқырлы квадратқа не істеуіміз керек? Орналастыруымыз керек. 5-тен 35-ке дейінгі тақ сандарды біз санап шықсақ 16 шығады. Неге? Себебі 16 дегеніміз 4 пен 4-тің көбейтіндісі. 4 мінетігінен, 4 көлденеңінен. Сонда барлығы 16 сан болады. Енді бұны біз оңай орналастыру үшін біз 5-тен кейін 7, одан кейін 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 міне орнында тұр. Одан кейін 27, 29, 31, 33 және 35 деп орналастырамыз. Дәл осы сияқты 13, 14 ұқсас. Енді мен 15-ті көрсетіп жіберейін. Бұл жерде 5 пен 80-нің арасы. Яғни мұна бірінші сан, екінші сан біріншісінен 5-ке артып жатыр. Яғни қосу 5 деген. Заңдылық бар. Бұны да 5, 10, 15, 20, 25, 30, міне 35 өзінің орнында, 40, 45, 50 өзінің орнында, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ал енді осыларды қосып, тексеріп көріңіздер. Дәл мен көрсеткендей шығу керек. Егер қайталап көру керек болса, видеоны бірнеше рет қайталап көріңіздер. Ал мынау 13, 14, 11, 10, 9, 8, 7 және де міне 3, 4, екінші тапсырмалар өздік жұмысында үйге берілді. Бұл тақырып күрделі емес, тек қана түсініп алсақ болғаны. Сау болыңыздар.